Ассаламағалейкум. Бүгін біз Шәмші Қалдаяқовтың «Әнім сен едің» деген әніне бейне сабақ жасаймыз. Міндетті түрде аяғына дейін көріңіздер, үйреніп аласыздар. Ассаламағалейкум, құрметті халайық, құрметті қазақ халқы. Бүгін біз Шәмші Қалдаяқовтың «Әнім сен едің» деген әніне бейне сабақ жасаймыз. Бейнені толық аяғына дейін көріңіздер, міндетті түрде үйреніп аласыздар. Мен қазір басынан бастап ойнап шығайын. Жалпы қандай ән екен, қараңыздар. Қайрадан домбыраға қош келдік міне. Домбыраның сапасын білесіздер, үні қалай шығатын. Алдындағы осыған дейін бір-екі бейнемде ойнаған домбыра, бұл басқа домбыра, бұл мектептегі домбыра, жұмысымдағы. Бұндағы домбыра кішкене жақсы. Мына домбыра кішкене сапасын ашар, сәйкесінше дыбысы да сондай шығады енді. Қарасыңыздар міне. Әнім сен едің, деген нұсқамен ойнап жатырмын. Егер мен өзім ойнайтын болсам, сахнада бір жерде онда әртүрлі вариация ойнай беремін, бірақ мынау бейне сабақ болғандықтан жеңіл түрін көрсетіп жатырмын. Енді сіздердің қалдырған өтініштеріңіз барлығы қалды, мен ешқайсысын жерге тастаған жоқпын. Оның бүкіл өтініштерім айтылған. Қара шал термесі бар, кеше жазды Бөршетау термесі, бір көшіп кетіп барады-ау деген терме бар екен. Көп термеге өтініш тастап еді, әндерге бейне сабақ. Оның барлығын уақытқа қарай жасаймыз. Әзірше Шәмші Қалдаяқовтың әндері басталып біткеннен кейін бір жолата Шәмші Қалдаяқовтың әндерін жазып тастайық деген ой. Ал кеттік. Сабақ бастамас бұрын айтпақшы, каналға тіркеліңіздер, подписаться, қызыл кнопка басып, тіркеліп, колокольчикті басып, комментарий тастап, және сабақты бастамай тұрғанда бірден WhatsApp группаларға жіберіп қойыңыздар. Қараңыздар, міне. Қағыз, жаңа көрсеттім, Осына қағыз, бір төмен, сосын алма кезек ойналады. Астына төмен жоғары, төмен жоғары, төмен жоғары үш рет, төмен, сосын осындай қағыздар кетеді енді. Басталады былай міне. Бір қағыздар төмен, үстіңгі екінші пернеге екінші саусақ қосылады. Құрбым жан, құрбым бастағаны. Құрбым жан, құрбым деген жері. Бұлай қағады, сосын. Мынаған келгеннен кейін төмен жоғары екі рет қағылады. Төмен. Сосын ашамыз екеуінді. Сосын қайрадан бір мен екі жабылады. Жоғары кетеді. Қайрадан ашамыз. Осылай болады. Төмен. Бұл бірінші сөз, құрбым жан құрбым. Қосқанда, сосын, көрдіңіз бе? Енді мынау ашқанда, дәл солай қағаздар кетеді. Аштық қой. Сосын, алма кезек жаңағы ойналады үш рет. Одан кейін келесі сөзі. Енді барлығын қосайын, бір жолата қараңыздар. Сосын бұл қалай? Асты бір, үстіңгі екі, төмен, сосын бір параллель ұстаймыз, төмен жоғары. Қосқанда мынаған төмен жоғары ойнағанын қайрадан екіге барасыздар үстіңгі, оғанда төмен жоғары қағыз жасайсыздар. Қосқанда бұлай болады. Осылай болады міне. Сосын ашамыз, төмен жоғары дәл солай. Енді қосайық барлығын. Сосын астыңғы бірінші пернені ұстаймыз. Ұстаймыз да үстіңгі шегін екінші қағаздан баса қосамыз. Көрдіңіз бе? Қағытты, сосын қосамыз. Төмен жоғары қағазсыз. Болмаса бірден қосыңыздар. Мен обычно бұлай қосам. Кішкене әдемілеу үшін. Осылай. Төмен жоғары,
бір рет қақты, сосын мына бас бармақты қосамыз үстінен, мынаны алып тастаймыз да. Бұл бізге әнді әдемілеу үшін, әрлеу үшін. Осылай болады. Осылай болады. Енді екінші жолын ойнап көрейік. Аха, енді әрі қарай кеттік. Үшінші жолы дәл бірінші жолы қайталайды. Оны ойнамай қойық, үйретпей қойын. Дәл бірінші жолын үйреткен жерін қайталайсыңдар. Одан кейін жалғыз қар салып деген жері. Бұл қалай? Бір, үстінен екі, төмен, сосын ашасыздар, төмен жоғары кетеді. Сосын қайрадан бірді сайыстырасынан, төмен жоғары қосамыз. Сосын астынан екі, үстінен төрт, үстіңді қосып жіберіңдер, әдемі болады. Екі, төрт, сосын астынан төрт, үстінен де төрт. Болмаса үстінен алты. Болмаса төрт. Бұлайды ойна беруге болады. Негізі кейін төрт, сосын алтымен ойнаған әдемі. Төртке келгенде, үстінен алтыға келген кезде бір төмен, сосын төмен жоғары, төмен жоғары, төмен жоғары. Бағанағы. Осылай болады. Енді қосып көрейік кәне. Сосын төмен жоғары деп айттым. Сосын 2, 4, төмен жоғары. Сосын 4, 6, бір төмен. Сосын төмен жоғары, 3 төмен ады. Аха, әрі қарай кеттік. Так, на деген жері. Бұған бірінші пернен ұстаймыз. Төмен. Сосын бірден 6-ға барастырды, үстінен 7 ұстайсыздар. 6, 7, төмен жоғары, төмен жоғары. Яғни төмен жоғары 4-4 ойнадыңыздар ғой. Тағы да 5-ші рет бит қаққан кезде төмен қағастырды. Үстіне қаққан кезде астындағы 8-ді соңғы саусақпен ұстаймыз. Осылай кетеді сонда. Көріңіздер міне, осылай болады. Қосқанда барлығы. Әрі қарай қайырдан 6-7 орнына қаламыз. Ана алып тастаймыз 8-ді. Осы қағыз, яғни төмен, сосын төмен жоғары шүреді. Енді барлығын қосқанда сосын 4, 6, бір төмен, сосын төмен жоғары. Сосын 2, 4, төмен жоғары болады. Қосқанда сосын бұл қалай? Астынан 4, параллельно 4 ұстаймыз. Төмен қағастыр, 6-ға барастыр, жоғарыға кетеді. 1, сосын 2 үстінен, 1 төмен, сосын төмен жоғары. Қағастыр, кейін мына 2-нің орнына 3-ке басасыздар. Алма кезек қағылады. Төмен жоғары, төмен жоғары. Қосқанда осылай болады. Бұл неге мұнда апарып жатырмын? Гармоника қарай, аккордқа қарай солай өзгереді аккорда. Сондықтан да мен жаңағыдай қағыс жасадым. Аккордқа өзгерттім. Енді қараңыздар. Барлығын қосқанда сосын былай істедім. Сосын ағай осы жер, бұл қалай? Ашасыздар төмен, міне. Сосын бірді ұстайсыздар, төмен жоғары кетеді. Сосын 2, үстінен 4, төмен жоғары. Қосқанда барлығын. Сосын 4, 6, 4. Жоқ. Сосын
4, 2, 4 кетеді. 4, 2, сосын 1 кетеді. Енді барлығын қосып көрейік, міне қараңыздар. 2 мен 4, сосын 4, 2, 4-ке қарай. Төмен 2-ге. Жоғары 1-ге. Яғни 1, сосын үстінен 2-ні ұстаймыз. Бағанағы қағыс, яғни 1 қағыс төмен, сосын 3 рет алма кезек жасалатын жер. Енді осы жолды барлығын қосайық. Ары қарай. Үстіңгі 1-ді ұстаймыз да, асты ашық болады. Төмен 1 рет қағамыз. Төмен қақтық, сосын қайырдан 1-ді ұстайсыздар, төмен қағасыздар, ашқан кезде үстіне қағылады. Осылай болады. Бұл енді гармоникаға қатысты. Сосын 1, үстінен 2, төмен жоғары, параллельні 1, төмен жоғары. Сосын астыңғы 1-ге қаламыз да, бағанағы қағыс, төмен, төмен жоғары, төмен жоғары, төмен жоғары. Осымен ән аяқталады. Енді осы соңғы жолды қосып жүрейік барлығын. Бағана көрсеткен соңғы жері. Осы біткеннен кейін жаңағы соңғы 2 жолы қайрадан қайталады. Сәйкесінше ары қарай қалған куплеттер дәл солай кете береді басынан бастап. Енді ең басынан бастап тағы да бір ойнап шығайын сіздерге. Қараңыздар. Бұлай басталды. Мынаған келдіге. Сосын міне осылай. Домбыра дыбысы сапасы кішкене көңіл күйді түсіріп тұр енді. Әйтпесе әдемілеп тұрып ойнайтын ән ғой негізі. Неге осы түрін үйреттім сіздерге? Неге осы жерде, неге жаңа кейбір осындай аккордтар бар ішінде? Өйткені бұл дұрыс нұсқасы, дұрыс аккордпен. Әрбір әнді үйренген кезде бірден дұрыс нұсқасымен, дұрыс аккордпен үйренген дұрыс қалай болсын олай ойнай салуға болмайды. Шәмші қалай жазды бұл әнді, қандай аккорд, қандай гармоника қосты, біз дәл солай үйретуге тырысып жатырмыз. Ал ондай болатын болса, достар, осы бейне пайдасы тисе сіздерге ұнаса лайк басып қойыңыздар, ұнамаса дизлайк басыңыздар. Домбыра үйренем деген адамдарға міндетті түрде жіберуді ұмытпаңыздар. Өйткені сіздер үйренбесеңіздер де мүмкін басқа біреулерге пайдасы тиіп қалар. Көрдіңіздер ме бірден ашып? Бірден WhatsApp группаға, топтарға жіберуді ұмытпаңыздар. Көрсін, үйренсін, қазақ халқы домбыраға жақын болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі сабақта аман есен кездескенше. Ассаламу алейкум.